Ілбіп жүріп келем, жол таусылар емес. Екі қолымда ауыр сумкалар. Алматы Қапшағай бағытындағы автобустан түсіп, трассаның оң жағындағы көл жағасында орналасқан ауылға бет алғаныма 1 сағаттан асты. Күздің базары таусылып, қыс қаһарына ене бастаған шақ. Ауа дымқыл, қара суық. Жел қойын қонышыма кіріп сумаңдаған ызғарымен тәнімді тітіркендіріп өтеді. Аяғымдағы жұқа күздік етіктен өткен ызғар төбемнен бірақ шыққалы қашан. Жел өңменімнен итеріп әрбір қадамымды қиындатқанмен тұрмай, қатты өріп түйіп тастаған шашымды тарқатуға әлі жетпегеніне ызаланғандай, бұйраланған кекілімді жұла тартып, ызғар маңдайымды жарып барады. Ара-тұра тісіме тимей сақ-сақ етем, бірақ суықты онша сезінбеймін. Сыпайы тоңбайды қалтырайдының кебін кигеніме күйіп кетем. Жұқа болса да бар әдемі киімдерімді киіп шыққанмын. Свиданияға бара жатыр емеспін бе? Тәнімді жаным жылытып келеді. Ал менің жанымда, жүрегімде, қанымда әйтеуір шашымнан баспайларыма дейін тараған мөп-мөлдір сезім бар. Бұрқырап ақ көбігін шашып, үлкенді-кішілі қой тастарды таранып, көбігін шашырап, бұлқына аққан тау бұлағындай сағыныш бар. Себебі мен бұл түрмедегі досыммен кездесуге келемін. Ол менің жаңадан қосылған күйеуім ғана емес, мен үшін дүниеде бар жалғыз еркек. Мен сүйген, мен пір түтіп өтетін жалғыз адам. Менің тек жүрегім ғана емес, бойымдағы бар клеткам досым деп соғатындай. Оны 3 жылға соттады. Бұзақылық бабы бойынша дейді. Ал қылмыстық істе бір дерегі милицияны итеріп жіберген үшін. Досымға трамвайда кездескен милицияның үстінде арнаулы киімі де болмаған, куәлігінде көрсетпеген. Аялдамасына келіп түспекші болған досымның алдын кес-кестегенде оны итеріп жібергені шын. Бірақ қарға-қарғаның көзін шұқушым еді. Сот оны заң қызметкері деп ескерткемін. Сонда да ол маған қол көтерді дегеніне сеніпті. Ал досым болса ол айтқан жоқ. Мені неге ұстамақ болғанын түсінбей итеріп жібергенім шын дейді. 3 жыл түрмеге кететінімді білгенде, ұру деген бұлай болады деп мұрнының бытышын шығарар едім дейді. Заңнан алыс 23-ге жаңа толған мен үшін досымның не үшін аяқ астынан 3 жылға сотталып кете барғаны түсініксіз күйінде қалды. Әйтеуір досымның кінәсіз екенін білемін. Ол керек десе шыбынды да өлтірмейді. Оларда Құдай жаратқан тіршілік иесі деп үйден ұстап алған шыбынды өлтірмей сыртқа ұшырып жіберетін. Сөйтетін досымым темір торда отыр. Тағдыр басқа салса малың жоқ. Басында 15 күнге қамайды, шашын алып тастайды дегенде тақырбас күйінде көршілерге, пәтер иесі татарға апайымызға қалай көрінесің ұятай деп ағыл-тегіл жылап едім. Қасымнан бір жеңіл машина өте шықты. Тоқтаған жоқ. Адамгершілік деген жоқ қой осы күнгі адамдарда. Тоқта бала кетсе қайтеді екен. Мына байғұс келіншек ауыр сумкалармен келе жатыр екен. Жолай ала кетейін. Көл жағасындағы ауылға дейін әлі 5-6 шақырым бар деп жанашырлық танытса тағынан түсіп қалатындай. Бірақ бұл ауылдың адамдарының трассадан түсіп қалып, жалпы режимді зонаға қылған адамдарға еттері үйреніп кеткен шығар. Әрине, жақын жердегілер машиналармен, ақшасы барлар такси жалдап шұбырып жатады. Бұл жерде отырғандардың ішінде Қазақстанның қай түкпірінен сотталғандар жоқ дейсің. Әрине, мен машинаны қол көтеріп тоқтатқан жоқпын. Ақша сұраса қайтем. Мен қайтар жолға автобусқа ғана төлейтін ақшам бар. Бұл свидания 3 күндік жұмыстан 3 күнге ақысы демалыс алғанмын. Себебі бұл свиданияны 3 ай сайын ғана береді. Қызық, сотталған жақын адамдармен кездесетін бұл кездесуге ауылдан келген кемпір шалдарға дейін свидания дейді. Мен бірінші рет осында отырған күйеуімнен кездесуге келдім десем, онша түсінікті емес секілді. Бір шал краткосрочныйға ма 3 күндікке ме дейді. Бұл жерде көбіне орыс халқы жұмыс істейді екен. Жиі араласқан халық бір-бірінің сөз байлығын байытады деуші еді, сол шығар деймін. Менің де аузыма свидания сөзі тез түсетін болды. Жақындары осында отырмағандар свидания сөзін қыз бен жігіт арасындағы кездесу деп түсінетін анық. Көкшетаудағы ата енем бізде барайық жақындағанда айт деп еді. Оларға сіздер әйнек арқылы телефонмен сөйлесетін 2 сағаттық свиданияға келерсіздер. Бұған өзім барамын деп едім, үнсіз келісті. Бұл кездесуге менің оңаша келуім керек екенін түсінбейді ме? Өздері жас болмағандай деп ойладым. Пәтер иесінен қарызға ақша сұрап алдым. Мына сумкаларымның іші толған дәмді тамақтар. Досым екеумізге 3 күнге жетеді. Аяулы жаныма осы мүмкіншілікті пайдаланып, 3 күн қолымнан келгенше жұмақ орнатпақшымын. Сол 3 күннің жылуы, шуағы, қалдырған ізі біздің сағынышымызды басып,
Сол 3 күнде сүйіктімен татқан дәмім, алған ләззатымның қуаты, шырыны, күші, жарығы бәрі бізге көп уақытқа жетеді. Біздің бір-бірімізге деген сөнбес сезімімізді дәлелдейді. Осы қиыншылық уақытты тезірек өткізіп, артқа тастауға көмектеседі. Алдағы күндерге деген сенімімізді нығайтады. Досымды, оның құшағын аңсаған кезде, оның ыстық құшағын сағынып, төсекте өз жан тәніммен арпалысқан сәттерде жанға қуат, көңілге медеу болады. Олар бірге болайық, не үйленейік, не әртүрлі айла шарғымен коллекция үшін бірге болғысы келетін еркектерге тойтарыс беріп, бір-екі күндік қызық іздеп, денемді көздерімен ішіп жеген еркектердің қастарынан тәкаппарлана басып өте шығуға көмектеседі. Мына жол әлі бітер емес. Ой, қандай қуаныш, қандай бақыт еді. Мен бүгін мен сүйетін, мені сүйген еркекпен кездесем. Жаурағаным ештеңе етпейді. Құжаттарымызды тексеріп, 1-2 сағат өткен соң кішкене ғана бөлмеге кіріп, от құшаққа енем. Содан соң жаңалықтарды айта жүріп шешіне бастаймын. Досым шешінуді менен соң бастаса да бұрын бітіп, маған бас салады. Осы шалт қимылының өзінде-ақ керемет бір үйлесім бар. Мені бір хрустальдан жасалған қымбат нәрседей, бір жерін ауыртып сындырып алмайын дегендей нәзік аймалай бастады да сезімнің селін ағытып келіп жібереді. Төменгі жағы іш киімін жыртардай тырсылдап ала сұрып, өзінің барып тоқтайтын, пана табатын, аялдайтын орнын іздеп, одан тараған бар қызудың күші екеумізді де өртеп бара жатады. Досым мені тұншықтыра аймалап өртеніп, от шашқан жерін мендегі өзіне арналған орнына апарғанша тағатсыздана қимылдайды. 25 пен 20-ның да қызығы осы шығар. Менің үнім өшеді. Жаңалықтарды ұмытып қалмасам, сосын айтам ғой, оның қимылына ыңғайлана берем. Сөйте тұра, менің де алатын үлесім бар дегендей, керегімді қимылмен білдіремін. Тек бір-бірімізді сөздерсіз-ақ, көзқарассыз-ақ ұғысатын әрекеттерге кірісеміз. Бір көзімді ашқанда ол үстімде жатады. Бірде мен оның үстіндемін. Бірде аяқтарымыз айқасып аймаласып отырамыз. Жанымыз да, тәніміз де, қимылымыз да тек екеумізге ортақ. Тек екеуміз ғана білетін, екеуміз ғана түсінетін, екеуміз ғана сезіне білетін ерекше бір күйге енеміз. Біз секілді бақытты, ерлі-зайыптылардың барлығы осындай тәтті, ләззатты сәттерді басынан кешіретін шығар. Мен тезірек 2 қабат болғым келеді деймін. Досым екеуміз үйленгеннен кейін 4 айдан соң, оны институттан кейін 2 айға әскери жаттығуға алып кеткен. Оның алдында досымның оқу бітіруі, той деп жүрдік. Былайша айтқанда, ыстық суығымыз басылмақ түгілі, балайымыз да дұрыс өткен жоқ. Содан кейін секундтар ма, минуттар ма, сағаттар ма өтеді. Тек әйтеуір тәп-тәтті бір дүние. Арасында демалғанда ол саған қандай қимыл жасағанда толық ләззат аласың дейді. Мен өзің ыңғайыңа қара, саған қалай ұнайды деймін. Бұл жағынан оның білімі көптеу екенін әйелдік бір сұңғылалықпен сезіп, екеуміз бір-бірімізді сыйлап, қандай жағынан болсын бір-бірімізге жақсылықтар мен жағдай жасағымыз келеді. Алғашқы танысқан күннен бастап осындаймыз. Сөйтетін адамның қалайша қылмыскер атанып түрмеде 3 жыл отырады, бірақ одан ештеңе шықпады. Әрі көлемді, әрі ауыр сумка, іші әртүрлі тамақтарға толы банкалар мен қалбырлар ыңғайсыздық жасады. Ішімнен өзіме ұнайтын жақсы нәрселерді ойлайынша, ол да жақсы ойлармен елітіп, қанат бітіргендей болып тезірек жетермін. Сағат түскі 12-ге дейін жетуім керек. Сол кезде бір прапорщик шығып, свидания кімдерге берілетінін, оларға кімдер келгенін түгендеп, келгендердің өтініштері мен құжаттарын алып кетеді. 12-ге дейін жетуім керек. Асығып жүріп сағатымды да ұмытып кетіппін. Көз ұшында айқындалып анық көрініп келе жатқан ауылдан басқа маңайда ешкім жоқ. Мен сүйретіліп жеткен кезде прапорщик деп атайтын кіші бастық 2 сағаттық свиданияға келгендердің құжаттарын алып кетті. Оларды құжаттары бойынша сотталғандарға жақындығын тексереді. Айтуларынша өтініштеріне дау бастыққа қол қойдырады. Содан кейін кездесуге келгендерді жинап әкетеді. Кейбіреулері сотталғандардың бұзақылық жасап, оларға жаза ретінде свиданияларын алынып тасталғаны айтылады. Басқа ештеңе түсіндірмейді. Сол кезде свиданиядан қағылғандардың түрін көрсеңіз, ұлдарымен, күйеулерімен, бауырымен кездесуге кең байтақ Қазақстанның түкпір-түкпірінен артынып-тартынып бірнеше күн жол азабын тартып келгенде, бар еңбектері далаға кеткендерін көргенде, не істерлерін білмей күрсініп, көздеріне жас толып, өздерін кінәлі адамдай сезініп теріс айналады. Ал кейбіреулер айғайласып ұрысып, кеңірдек жыртысып жатады. Бірақ ондайлар некен саяқ. Енді оларды короткий свиданияға кіргізіп, 2 сағат сөйлестіріп шығарғанша бірталай уақыт өтеді. Ол берілген 2 сағаттың 1 сағаты кіргендердің құжаттарын тексеріп, 90 есіктен
өтіп кетеді. Бір рет мен бұндай свиданияда болғанмын. Жүгіріп барып досымның мойнына асыла кетіп, шашынан көзінен бас салып сүйе берсем ғой деп ойлағам. Мендегі сезім мен сағыныштың құдіреті түрменің тас қабырғаларын ертіп, анау далайып жатқан зона дарбазасының жоғары жағынан керілген, тоқ жүргізілген сымдарды бырт-бырт үзетіндей еді. Бізді әкеліп кіргізген дәйнектің арғы жағында отырған тюремщиктердің ішінен қараңғы ала көлеңке жерге көзім бір дегеннен үйренбегендіктен қапелімде досымды бір дегеннен байқамай қалдым. Тюремщиктердің барлығы қара киімді, жақтары суалған, көздері іштеріне кіріп шүңірейіп кеткен. Әрине олар курортта отырған жоқ. Бұл кезде Алматыдағы түрмеден жаңадан ауыстырған кездер еді. Екі иығы шөгіп, ұзын бойы пәсейіп, ұнжырғасы түсіп кетіпті. Қалың бұйра шашы ешқашан болмағандай тақырбас. Бір-бірімізді байқап, көздеріміз түйісіп, бір-бірімізге қарсы ұшар құстардай болып, қанаттарымызды қомдаған мен патша көңіліңді езіп жіберердей болған айналаға қарап тез сабамызға түскенбіз. Өзі шегірткенің айғырындай бір тұтам шыңылтыр дауысты сары еркек свиданияның тәртібін тағы басқаша түсіндіруге кіріскен. Біз шарасыздықты түсінгендей екеуміз әйнектің екі жағынан телефон трубкасын бірдей қолға алдық. Оның бұндай аянышты түрін көргенде көзім жасқа толған. Ол шарасынан төгілгелі тұрғандай болған соң жоқ босамауым керек, мықты болуым керек деп ішімнен өзімді өзім қайрап тұрғам. Бостандықта денім сау, мен жыласам, адамның қоры болып түрмеде отырған ол не істейді деп. Телефон трубкасын қолына алған мен тамағына бір нәрсе тұрып қалғандай бір дегеннен сөйлеп кете алмады. Мен де неден бастарымды білмегем. Бар ойым көз жасымды төкпеу. Үнсіз ұзақ тұрған ол тамағына келген бір нәрсені ұзақ жұтынып жаным деді. Осы-ақ екен менің жанарымда тұрып қалған моншақтар фонтанша атқылап кете берді. Бодам шығып жылап, өзімді тоқтата алар емеспін. Оның осы бір ауыз сөзінде мен тілмен жеткізіп бере алмас, тек екі адам ғана түсінікті, бір-бірін көзбен ұғар сезімдер тасқыны да сарғайтып, аңсатқан сағыныштар, күзгі жапырақтай қалтыраған, ертеңгі күнге үміт, қор болып темір тор ішінде өтіп жатқан қайран 25-нің күндерінен ала да, қолынан ештеңе келмес шарасыз адамның өкініші де бәрі сыйып кеткендей еді. Оның көздерінен жаным, көкем, шыда мықты едің ғой, бұл кез әлі-ақ өте шығады, күт мені, сені әлі-ақ бақытты етемін деп айтып тұрғандай. Мен бе мықтысы айтады-ау, 3 жыл ауызбен айтуға ғана оңай. Бір жылдың 365 күні мен түні бар. Менің аяулы адамсыз өтіп жатқан жағымсыз күндер мен қызықсыз түндері ғой ол. Өшімді көз жасымнан алғандай біраз жылап алып, солқылдап барып әрең басылдым. Ішімнен бір құшақтап мауқымды басып сүйе алмаған мұндай свиданиясы құрысын дедім. Ойым бөлініп кетті. Қасыма келген ақ жаулықты әйел сағат сұрады. Жоқ екенін айттым. Қызық, өзі жап-жас, ал өзі ақ жаулық тартып алған. Свиданияға келгендердің жиналып отыратын жеріміз осы бір бөлмелі үйшік, онша үлкен емес. Осы жерде әркім өз шаруаларын бітіріп кеткенше бір кіріп, бір шығып жүріп алады. Жағалай ағаштан жасалған үлкен сәкілер қойылған. Әлгі әйел қасымнан кете қоймайды. Сіңілім, сен бұрын свиданияда болып бедің? Иә, айтып берші деп қасыма отыра қалды. Не айтам, бірнеше бөлме, біреулер ата-аналары, біреулерге әйелдері, тіпті балалармен келеді. Бөлек тамақ істейтін ас үйі бар. Онда неше түрлі ыдыс, аяқ, нан жазатын оқтауы мен тақтайына дейін бар дедім. Бұрын кездесуге келмеген оған қарағанда бір рет болса да болған мен тәжірибелеу екенмін. Өткен жолы ыдыстардан да не алу, не алмау керек екен шамалаған. Менің әңгімеге жоқ екенімді байқады ма, әлгі әйел сыртқа шығып кетті. Иә, ол жолы свиданияға келгенімде 7-8 бөлменің біреуі бізге бұйырған. Ішке кіре сала қауышқан құшақтарымыз 2 сағаттан кейін әрең жазылды. Досымға келген тамақтар мен киімдер бір жақта қалды. Мен досымға сен жақсы көретін түшпара жасап әкелдім. Мен тамақ пісірейін деймін. Ол сеннен басқа ештеңе керек емес, ешқайда жібермеймін дейді. Солай құшақтасып аймаласқан күйі отыра берер медік. Біреу есік тұртты. Есіктері кілттенбейді. Тұруға тура келді. Қазақ кемпірі екен. Қызым, аздап чеснок, ашық, қиярың бар ма? Балам сондайлар жегісі келеді екен. Ал біздің ауылда ет пен майдан басқа не болушы еді деді, қапаланған түрмен ақталғандай болып. Алыңыз апа, алыңыз деп сумкамның ішін ақтарып тастадым.
Риза болған кемпір айналсоқтап: үйленгенсіңдер ме, ту жап-жассыңдар ғой, балам, маңдайыңның бағы бар екен, мынандай періште түрмеге артыңнан іздеп келіп жүрген. Менің келінім түрме адамды бұзбаса түземейді деп, баламның келісімінсіз ажырасып, 2 немеремді алып кетіп қалған деп, рахметін жаудырған кемпір кемсеңдеген күйі шығып кетті. Қайран ана, ол кеткен соң ол ананың мұңы да бізге ауысқандай бір түрлі күйде отырып қалдық. Досымды құшақтап: жаным, мен сенімен ешқашан ажыраспаймын, 3 жыл емес 30 жыл болса да күтем. Сезімімізге селкеу түсірмей күтемін, көкем. Темір торлы терезе әйнегінің бір шеті сынған екен. Досым оны бітеп одеяломен жауып келді. Бөлме іші суық азынап тұр, жаңа байқадым. Мен ыстық тамақ дайындамақ болып едім, ол кейін деп бас шайқады. Өзі дәретханаға кетті. Мен қызарып бетімнің сый бастағанын сездім. Неге ол мені құшағына алып аялап сонша ұзақ отырды деп ойладым. Мен тіпті маужырап ұйықтап кете жаздадым ғой. Жаңа кемпір келмегенде, әлде түнімен тамақтар әзірлеп ұйықтамағандықтан ба екен, досым келісімен кроваттағы төсекті жерге салды. Николай патша заманынан қалған ба, темір кроваттың сеткасы ішіне түсіп кететін, қозғалған сайын шиқ-шиқ едіп ойбайлап қоя беретін мен де келісімен байқағам. Қазы, сыр, тағы басқа тағамдарды тіліп әзірлеп жатқан маған: келші жаным, келші деп төсекке шақырды. Жаңа ғана тәй-тәй басып жүрген сәбиін шақырғандай қуана қиыла шақырды. Мен қасына келгенде аймалап тұрып шешіндіре бастады. Көңілім ояу болғанымен көздерім жұмылып, буындарымнан әл кетіп барады. Ол менің шашымның әр талынан бастап асықпай аймалап кеудемді жалаңаштады. Өртеніп бара жатсам, маған бойың үйренді ме деді. Менің балқып бара жатқан денем мен тұмандана бастаған санама жеткені, оның бағанадан бері маған бас салмай күткені, бойы үйренсін дегені екен ғой. Үйленгеннен кейін оңаша қалса болды, тез шешінші дегеннен неге жаңылды десем, мені жатырқап қалды деген екен ғой. Әрине, мен күйеуге шыққан досым мен қазір көріп отырған досымым екеуі 2 түрлі адамдай. Жағы суалып, қара торы жүзі қап-қара болып түтігіп кеткен. Салқында аязда жұмыс істегендіктен шығар, көздерінің аласы үлкейіп өткірленіп, адамға қатаң қадала қарайтынды шығарыпты. Иә, мен осында келгелі мұрным бір жағымсыз күлімсейісті сезген. Түтінге ұсталған ба, бөлмеден бе, ондағы төсек орыннан ба, керек десең ол иіс досымның киімдерінен де, керек десең оның денесінен де шығатын секілді. Әйтеуір көзге көрінбейтін бір нәрселер адамды тартындырады. Мына жерге 100% араласып кете алмай тұрғанымды ол сезген екен. Жаным менің, пірім менің. Жасы менен көп үлкен болмаса да, әйелді еркектің мысы басып тұрғаны қандай жақсы. Тізерлеп алдыма тұрып, кеше баняға түскенбіз деп, қарулы қолдары төменгі жақтағы киімдерімді шеше бастады. Мүйізденіп кеткен қолдарымен денемнен ұстауға дайменгендей сүйіп жатыр. Басында не істесе де өзі білсін деп тұрған мен әлі ұялып, әрі қытығым келіп, әрі тезірек оның құшағына тезірек ену үшін сүйген әйелі еркектің бауырында ақ сазандай болып шоршып шаншылып жатса, еркекте арман бар мекен. Мен де тізерлеп отыра кетіп, төсімді оның төсіне басуы мұң екен, таныс сезім екеумізді иіріміне үйіріп әкетті. Мынау құлын денемнің сонша іңкәрлікпен күткен тойы басталды. Азынаған бөлме астымызда бұдыр-бұдыр матрас емес, тек құс жастықта жатқандаймын. Айнала жып-жылы мөп-мөлдір, тап-таза көгілдір дүниеде бір-біріне асыға аққан бұлақтай жан тәніміз мидай араласып, екеуміз бір адамға айналып кеткендейміз. Сиқырлы батпақта жүргендейміз. Әлде ауада ұшып жүрміз бе? Солай шығарау. Айналамызда қоршаған жұлдыздар. Осылай уақыт шіркін созыла берсе екен. Бірақ бәрі кенеттен үзілді. Досым кінәлі адамдай шығып кетті. Шыдай алмадым деп төмен қарады. Бәрі тамаша, тамақ ішеміз. Қарның ашқан шығар. Менің де қарным ашып кетті дедім. Оның өтірік, бірақ оны ыңғайсыз жағдайдан тезірек шығарып алғым келді. Тағы жарты сағаттай жата тұрайықшы. Бар тәнімді аймалап шықты. Ауылда тұрғандықтан бәлде бөлмеміз кілттенбейтіндіктен бе, мұндайы жоқ секілді еді. Үйренбеген басым қытығым келіп балаша мәз боламын. Осы әдемі кезде ол кенеттен бұзып, тамақ ішіп алайық әлденіп деген ұсынысына қуана келіскенмен, оның біздерге укол салады ғой деген сөзін естісем де, түсінген де, мән де берген жоқпын. Ақ жаулықты әйел қайта кіріп тәтті ойымды қайта бұзды. Анау прапорщик келе жатыр, енді біздерді апарады деген естігенде ұшып тұрдым. Фамилияларымызды атап жатыр. Менікін қашан айтайды деп тағатсызданамын. Өткенде бірінші рет келгенде фамилиямды естіген мен де қуана айғайлап,
жерден жік шыққандай жасап, жұрттың бәрін шошытып, олармен ала көздерімен атып бірыңғайсыз күйге түскенмін. Енді фамилиям естілгенде жай ғана мен деймін. Абзалова, саған свидания берілмейді деген сөзді естігенде біреу маңдайымнан періп жібергендей болды. Қалайша берілмейді деймін. Заң бойынша кезекке қояды. Оны екі жақтан жақын адамдар сарғая күтеді. Артынып-тартынып жол азабын көріп, жұбайлары я ата-аналары я жақын туыстары келеді. Еріккеннен емес, жұмысынан сұранып, кейбіреулер малжандарын көршілеріне не туыстарына тапсырып, түрмеде отырған өмірден, тума туыстарынан алыстап кетпесін, қоғамнан жырақтамасын, қандары қарайып өмірден түңілмесін, олардың іздейтін, сағынатын, күтетін адамдар барын білсін деп келеді. Сонда оларға дөрекі әзіл дегендей, мазақ қылғандай болып, свиданиядан алып тастаған дейді. Неге ағай, неге? 3 күн болмаса, 1 күн болса да, жарты күн болса да беріңізші деймін, көз жасымды әрең тоқтатып. Мен кішкентай адаммын, неге екенін білмеймін, не положено деп өтінішіңізге қолым қоймады деп арызым мен құжаттарымды қайтып берді. Басқалары мүсірке аяп қараған мен, енді біздің кезегіміз дегенді білдірді. Көз жасымды көрсетіп, өзімнің әлсіздігімді мойындағым келмейді, бірақ көз жасым сатқындық жасап, моншақтап қоя берді. Кіші бастық бір топ адамдарды жинап, 3 күндік свиданияға алып кетті. Мен де олармен ілесіп зона есігіне келдім. Күзетіп тұрған солдаттарға қарамай, аула ішінде жұмыс істейтін түремчіктер ашық тұрған есіктің арғы жағынан жылт-жылт етіп қарап, әрі-бері өтіп жүреді. Әсіресе свиданияның уақытысы келген, бірақ жақындар еш іздемейтін, не келуге жағдай жоқ туыстарын күткен, олардың әлде бір үміт жетегінде жүріп, ең соңына дейін күтеді дегенін естігенмін. Кейде күзетте жақсы солдаттар болғанда, мына жақтағы адамдар өздерінің жақын адамдарының аты-жөндерін айтып, отряд пен бригадасының санын көрсетіп шақыртып жатады. Қазір мына кішкене бастық свиданияға келгендердің ортадағы темір торлы есікке бір-бірлеп кіргізеді. Күзетшілер олардың құжаттарына бір қарап, беттеріне бір реттен бажырая қарап, 4 адамнан екінші есікке өткізеді. Одан кейін ол жақтағы кішкене дәлізден өтіп, кішкене бөлмеге апарып, киімдерін, тамақтарын тексереді. Арақ тағы басқа беруге, өткізуге болмайтын нәрселердің тізімін айтады. Тәртіп бұзған жағдайда шығарып жіберетіндерін ескереді. Содан 5-6 есіктен өткеннен кейін ғана кездесетін бөлмелерге жетеді. Соңғы топ кіріп бара жатқанда, олар өздерінің бақытты екенін біледі ме екен деп ойлап, көзбен ұзатып шығарып салдым. Не істеу керек? Досымнан 2 күн бұрын хат алғанда мені асығып күткенін, сағынғанын, және өзіне қандай жылы киімдер керек екенін жазып жіберген еді. Қалайда не болғанын білуім керек. Аяқ астынан не болып қалды деп ойладым. Осынша жерден жұмыстан сұранып келген соң, бір көріп 2-3 сағат болса да кездесіп, киімдерін беріп кетуге бекіндім. Жылағандыкіме басым көтертпей, 2 шекем дыңылдап тұр. Қайда көз салсам да темір тор, темір есік, темір торлы терезе, солар ойларымды шырмап тастағандай, ешбір ақыл басыма келер емес. Оның үстіне мынағы жаулықты әйелде маған жабысып қалған біреу екен. Не дейсіз дедім мен жақтырмағаным жасырмай. Бізге свиданияны ертең беретін болды. Бөлмелер жетіспейді екен. Ол әйелдің әңгімесіне түйсінгенім мұнда інісі отырып, анау сақалды кісі күйеуі екен. Енді түсінікті дедім. Жап-жас болып ақ жаулық тартып алғаны күйеуі шал екен ғой. Бүгін аллар анау үйшікке қонбақшы. Ауыл түгіл, аудан орталықтарында да қонақ үйлер бола бермейді бізде. Ол әңгімесін бітіргенде мен де одан әрі не істейтінімді шешіп болып едім. Ішкі жақтан 2-3-еуін жүздері жылт-жылт еткенде, мен де 7-ші отрядтан досым деген жігітті шақырып беріңдерші. Фамилиясы Абзалов дедім айғайлап. Олар бастықтар көрінсе, күзеттегі солдаттар шықса жоқ болып кетеді. Маған да біреуі, маған свиданияға елім, ата-анам келуі керек еді. Қарағандыдан іздеп көріңізші деді, күйіне айғайлап. Даусында әлі де келіп қалар деген үміт те жоқ емес. Ол да мен сияқты байғұс екен, тек керісінше. Оның тапсырмасын тез орындап келмегеннен, ол жігіт ағасы көріне қоймады. Күзеттегі солдаттар болса, оларды әрі бізді бері қуған. Мен түрме бастығына жолығуым керек деп тұрып алдым. Бұрынғы күзеттегілер жайлы солдаттар еді, ал жаңадан ауысқандар өздерінше кісімсініп қалған. 5-6 метрден ашық тұрған есіктің екі жағынан анау свиданияға келді ме? Мүмкін кешігіп келген шығар. Осындай